Ахмет Байтұрсын малшы мен маса. Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдан иттеріне сеніп жатып, үстінде көк шалғынның самал жерде тұрайып қалды, сабас ұйықтап қатып. Келеді қара жылан шағайын деп, қапысын ұйықтағанда табайын деп, малшыны сол уақытта маса шақты, оятып бұл бәледен қағайын деп, ұйқысын малшуыңды ашпай тұрып, өлтірді шағып тұрған масаны ұрып, көтеріп жерден басын біраздан соң, қарады жан-жағына мойнын бұрып, жыланды көрген шақта малшы өкінді, достығын сары масаның сонда ұғынып, сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын, демеңдер сөз жазуға олақтығын, жыланшы малшы көріп болғаны соң, келмеді бір-біріне жолатқыздым. Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, жыланды бәлетелік аңдып баққан, оның түрін көрген мен сарымаса, халықты оянсын деп сөзбен шаққан. Ойлаймын осы сөзде жетеді деп, қатты айтсам сөзім батып кетеді деп, ұйқысын аша алмаған жүр төзімді, қорқамын сарымасадан кетеді.